Фильмде 78 жастағы фермер зейнеткер 18 жастағы қызбен отау құрған. 78 жастағы Рашид Мангахов Халим Абдулламен 3 жыл бұрын кешкі аста танысқан. Ол кезде қыздың жасы небәрі 15-те ғана болатын. Зейнеткердің туыстары оның Абдуллаға бірден ғашық болғанын және онымен қарым-қатынаста болғанын айтады. 3 жылдан кейін ерлі-зайыптылар отбасы болуға шешім қабылдайды. Олардың айтуынша екі тараптың отбасы да үйленуге келісім берген. Қызығы 78 жастағы күйеу жігіт бұрын үйленбеген. Халима оның бірінші әйелі. Туыстарының айтуынша қос ғашық есеппен емес, ессіз махаббатпен үйленген. Достар, сіздердің ойларыңша ерлі-зайыптылардың арасы қанша жас болу керек? Өз ойларыңызды комментарийға жаза кетіңіздер. Құрметті достар, егер видео ұнаса, жақындарыңызға WhatsApp группаларға таратып жіберсеңіздер және лайк басып, комментарий жазып, қызыл подписаться батырмасын басып, біздің каналға тіркеле кетіңіздер.